Сәлем, сіздермен бірге мен Әсем. Қазір трюфельный пирог жасайтын боламыз. Ол үшін құрғақ ингредиенттерді біріктіріп аламыз. Ұнымызға сода, разрыхлитель, 1 шай қасық тұз қосып, какаомызды қосып, араластырып аламыз. Енді қантымызға 2 жұмыртқаны салып, миксерлейміз. Менде S1 жұмыртқа. Жақсылап қанты ергенше миксерлеп аламыз. Сұйық майымызды қосамыз. Тағы да кішкене араластырып аламыз. Енді осы екеуін біріктіріп, миксерлеп отырып, сүтімізді 2-ге немесе 3-ге бөліп, шетінен құйып отырамыз. Тестамыз сұйық болып шығады. Басқа пирогтарға қарағанда одан қорқудың қажеті жоқ. Ол солай болу керек. Сұйық болғанмен де жақсы көтеріледі, себебі сода, разрыхлитель қостық. Дайын болған тестамызды 4 бұрышты қалыпқа бір тегіс етіп құйып аламыз. «180 градуста қызып тұрған пешке 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Пирогымыз піскеннен кейін кішкене суытып, жан жағын ажыратып аламыз қалыптан. Өте дәмді, мега шоколадный пирог болады. Бір келкі етіп кесеміз осылай. Бір Қазақстан шоколадқа 20 грамм сүт, сливки немесе сары май қосып, қалауларыңызша ерітіп алсаңыздар болады. Еріген шоколадымызға осылай бетін батырып, әдемілеп қоямыз. Бетіне қалауларыңызша орешки, фисташки, миндаль немесе тағы басқа нәрселер қойсаңыздар болады, әрлеу үшін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, ингредиенттері де қолжетімді. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.